Ыңғайлы жұмыс уақыты, жоғары жалақы. Әлеуметтік желілерде ондай ұсыныстар бар. Мұндай қызмет көбінесе курьер деп аталады. Бірақ бұл жұмыстың закладчик, кладемен немесе минер сияқты танымал атаулары бар. Мұның бәрі есірткі сатушылардың айласы. Көп ақша тапқын келеме, әдемі көлік мінгін келеме. Бірақ бұл жұмыстан кейін әдемі киімнің орнына түрме формасын киіп, кісен тағатын боласың. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы есірткі заттарын жарнамалаумен іс әрекеттері оны өткізу ретінде саналатынын және ол үшін 10 жылдан өмір бойына дейін бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілетінін ескертеді. Есірткі сатушылар жастарды қылмыс іс әрекетке тартады. Ал бұл жұмыс болашаққа балта жабады. Ойланыңыз, қаншама адамның өміріне қайғы қасірет әкелетін жұмыс сізге керек пе?